10 сынып қазақ тілі пәні. Сабақтың тақырыбы шешендік сөз туралы және көркем әдебиет шығармаларының аясы. Бұл сабақтағы оқушылардың мақсаты мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жаза білулері керек. Экранға назар аударып, оқушылар мәтінді мұқият тыңдаймыз. Шешендік өнер көрген білгенді көкейге тоқып, көп үйреніп ізденудің арқасында талай айтыс, тартысқа түсіп, жалықпай жаттығу арқылы жетілетін өнер. Шешендік өнердің қиындығы туралы бұқар жырау. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су бар. Қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау бар. Шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау бар деп дұрыс аңғартады. Нағыз шешен үшін сөзге шебер болу жеткіліксіз. Ол табан астында тауып сөйлейтін тапқыр, топ алдында тайсалмай, мүдірмей, сөз бастайтын, батыл, сөз сайысында саспайтын, сабырлы болу қажет. Жалпы, қазақ сөз қадірін жете ұғынған, оған өз өмірінде мейлінше мән берген, айрықша бағалаған. Сөз өнерін дертке бағалаған ел, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп сөз құдіретіне табынған. Оның уытты күшін таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді деп бағалай білген. Мән мағынасыз қалай болса солай сөйлеуге болмайтындығын ескертіп, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Іріген ауыздан шірген сөз шығады. Жақсы сөз жарым ырыс деп тыйым айта отырып, жүйесін тауып сөйлей білгенге сөз тапқанға қолқа жоқ деп қошемет көрсетіп отырған. Әлемдік өркениетте ең бай да құнарлы тілді меңгерген қазақ елінің жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар деп сөйлеудің мәдени нормаларында белгілеп, тіл білудің соншалықты қиын өнер екенін айтқандығы халқымыздың даналығын танытса керек. Ал енді оқушылар экранға назар аударып, мәтін бойынша мынандай тапсырмалар орындаңыздар. Бірінші тапсырма: бұқар жыраудан басқа тағы қандай жырауларды білесіңдер? Екінші тапсырма: көпшілік алдында сөйлеу әдебін сақтай отырып, шаршы топта сөз бастау қиын деген тақырыпта диалог құрыңдар. Жақсы. Келесі кезекте балалар экранға назар аударып, сызықшаның қойылатын орнымен танысамыз. Сызықша мағынаға, интонацияға, сөйлемнің синтаксистік ерекшелігіне байланысты қойылатын тыныс белгі. Бірінші, бастаушта, баяндаушта бір сөз табының болса, сызықша қойылады. Мысалы, Абайдың көзін оған көп тартатын бір нәрсе, мұның бітікшелеу келген көздері. Екінші, жалпылауыш сөздің алдынан кейін сызықша қойылады. Мысалы, ортасында Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасар бәрі бар. Келесі жағдайда оңашаланған айқындауыштың екі жағынан сызықша қойылады. Мысалы, үшіншісі бұл ауылдың кенжесі, осы үлкен үйдің иесі, жас, толық, орта бойлы, ақшыл, қызғылт, сұлу жүзді жігіт Мұсабай. Келесі жағдай: салалас құрмалас сөйлемдерден кейін сызықша қойылады. Бардым, жолға алмадым, айтудай-ақ айттым, көнбеді. Келесі мысал: төз сөз бен автор сөзі диалогте. Әй, осы мынаның өнері жоқ па екен? Ән салғаны ежептәуір ғой, деді арын. Ары қарай жалғастырамыз. Сөйлемді ықшамдап қолдануға байланысты. Мысалы, жақсы тәжірибе көпке ортақ.
сызықша қойылады. Енді оқушылар экранға назар аударып, мынандай тапсырма түрін орындаймыз. Көркем шығармалардан сызықшаның қойылуының әр түріне 5 мысалдан теріп, кестені толтырыңыздар. Сызықша қойылатын орындар. Жалпылауыш сөздің алдынан келген кезде, оңашаланған айқындауыштың екі жағынан, салалас құрмалас сөйлемдерде және соңғы сөйлемді ақшаңдап қолдануға байланысты қойылатын сызықшаның түріне мысал жазыңыздар. Жақсы. Енді балалар келесі кезекте экранға назар аударып, мына мәтінмен танысайық. Көркем әдебиет шығармаларының аясы, мақсаты және сипаты. Қарым-қатынас аясы, яғни қолданылатын орны. Көркем шығармаларда жазбаша түрі, көпшілік алдында сахнада айтылатын әңгіме, өлең тағы басқа жанрларда. Қарым-қатынас мақсаты, ақиқат шындықты, өмірдегі зат құбылыстарды суреттеу, бейнелеу арқылы оқырман сезіміне әсер ету. Стильдік сипаты, сөз, деректі, образды, эмоционалды, экспрессивті мәнде тағы басқа. Енді осы айтылғандарды келесі тапсырмада көрсетілген үш мақсатты анықтамаға айналдырып жазыңдар. Жақсы, балалар тапсырманы орындады деп сенемін. Сабақтың соңында кері байланыс жасаймыз. Жетістік баспалдағы әдісі бойынша өздеріңіз қай сатыда тұрғандарыңызды белгілеп көрсетіңіздер. Үйге тапсырма. Артық сөйле, кем сөйле, таразылай, тең сөйле. Екінші, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Осы берілген сөздердің мағынасын өз ойларымен түсіндіріп жазыңдар.